интеграциялау қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Павлодар облысында Қазақстан Конституциясының 30 жылдығына арналған шаралар туралы атты баспасөз конференциясын бастаймыз. Бүгінгі спикерлеріміз Павлодар облысының мәдени тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы басшысының орынбасары Самал Ершасқызы Саменова және Павлодар облысы ақпарат және қоғамдық даму басқармасы үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс жөніндегі бөлім басшысы Бекзат Ерланұлы Байдусен. Самал Ершасқызы, пожалуйста. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Қазақстан Республикасының Конституциясы күніне орай Павлодар облысында 700-ден астам іс-шаралар жоспарланды. Оның ішінде 60-тан астамы ірі іс-шаралар форматтағы іс-шаралар өткізіледі. Облыстың мәдениет мекемелерімен апталық жоспар құрылды. 25 тамыз күні Нұрмұхамедов атындағы облыстық көркем сурет музейінде туған жер көрмесі, Торайғыров атындағы облыстық кітапханада Ата заң тәуелсіз ел тұғыры атты көрмесі, 26 тамыз күні Торайғыров атындағы кітапханада Ата заңы майбыным атты балалар сурет көрмесі. Сондай-ақ ең үлкен іс-шараларымыздың бірі 27 тамыз күні Торайғыров атындағы кітапханада Брайль қарпінде басылып шыққан Қазақстан Республикасының Конституциясы кітабының тұсаукесері өтеді. Аталмыш кітап менде жатыр, көрем десеңіздер. Міне, мархаба. 28 тамыз күні Қазақ соқырлар қоғамында Азат елдің ар-намысы Ата заң атты ақпарат сағаты өтеді. Бұхар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Ата заң алтын тұғыр дөңгелек үстелі. Сондай-ақ Торайғыров атындағы кітапханада Асқақтай бер Ата заң әдеби танымдық кеш өтеді. Екібастұз тарихи өлкетану музейінде Ата заң бейбітшілік, тұрақтылық пен берекенің негізгі интеллектуалдық іс-шарасы өтеді. Сондай-ақ Ертіс музейінде құқықтық мемлекетке жол Қазақстан Конституцияның тарихы көрмесі. Академик Қаныш Имантайұлы Сатпаевтың мемориалдық музейінде Ата заңы мардағым тақырыбында диктант өтеді. Сондай-ақ 29 тамыз күні Патайын атындағы облыстық тарихи өлкетану музейінде тәуелсіз Қазақстан дөңгелек үстелі. Бұхар Жырау атындағы әдебиет және өнер музейінде Ата заңы мардағым көрмесі. Шафер музейінде күй табақтардағы патриоттық әндер кеші. Сондай-ақ 29 тамыз күні Торайғыров университетінде профессорлық оқытушылық құрамы мен студенттерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізу жоспарланды. Екібастұз және Ақсу қалаларындағы негізгі іс-шаралар 30 тамыз күні сағат 15:00-де ел тірегі Ата заң атты салтанатты жиын және мерекелік концерт өтеді. Өнер қалалық мәдениет сарайында өткізілу жоспарланды. Осы күні сағат 18:00-де Ата заң ел тірегі мерекелік концерті Ақсу қаласының мәдениет және демалыс саябағында ұйымдастырылуы жоспарланды. Басты мерекелік шара біздің Павлодар қаламызда 30 тамыз сағат 19:00-де Ертіс променад сахнасында өтеді. Ол жерге жүргізушілер Бексұлтан Әкімжан мен Динара Жапықова шақырылды. Иса Байзақов атындағы филармонияның артистері, арнайы қонақтар Нұржан Керменбаев, Ұлытау және Абырой топтары өнер көрсетеді. Жалпы облыстың барлық аудандарында 28-30 тамыз аралығында мерекелік концерттер өтеді. Жыл соңына дейін кітапханаларда Конституция тәуелсіздік символы атты тұрақты көрмелер және мәдениет мекемелерінде іс-шаралар ұйымдастырылады. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Биыл ел тәуелсіздігінің берік тұғыры саналатын Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жыл толып отыр. Осыған орай Павлодар облысында жыл басынан бері Ата заң тәуелсіздік тірегі атты жалпы ұлттық жоспар аясында өңірлік іс-шаралар жүзеге асырылып келеді. 700-ден астам іс-шараны қамтитын бұл жоспардың басты мақсаты Конституцияның қоғам өміріндегі айрықша маңызын кеңінен түсіндіру, азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыру және өскелең ұрпақтың бойында отансүйгіштік қасиеттерді қалыптастыру. 23-30 тамыз аралығында облыс орталығында, Павлодар қаласында, кітапханаларда, мәдениет үйлерінде және әлеуметтік мекемелерде бірқатар мәдени ағартушылық іс-шаралар, соның ішінде құқықтық сабақтар мен құқықтық сағаттар өткізу жоспарланған. Жалпы облыс көлемінде Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдығын тойлау шеңберінде қалалар мен аудан орталықтарында 70-тен аса билборд орнатылатын болады. Облыс орталығы Павлодар қаласында 6 LED экранда мерекелік бейнероликтерді трансляциялау жоспарланған.
Дәстүр бойынша Конституция күніне орай облыс тұрғындарының құқықтық жауапкершілігін арттыруға бағытталған заң және тәртіп, адал азамат, әділ қоғам және тағы басқа жаңа идеологиялық тұрғыдан саяси реформалар мен Конституция нормаларын түсіндіруге бағытталған дөңгелек үстелдер мен кездесулер, салтанатты жиындар өткізілген. Ағымдағы жылдың 14 тамызында қала тұрғындары үшін Павлодар облысының әділет департаменті мен достық үйінде ашық есік күні өткізілді. Аталған іс-шараға облыстың әділет департаментінің басшылығы, облыстық адвокаттар алқасы, Павлодар қаласының азаматтық істер жөніндегі ауданаралық сотының судьясы қатысты. Алдағы іс-шараларға тоқталатын болсақ, облыс орталығында 28 тамызда достық үйінің мәжіліс залында азаматтық сектор өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізу жоспарланған. Аталмыш дөңгелек үстелдер мен салтанатты жиындар облыс көлеміндегі қалалар мен аудандарда да өткізу жоспарланып отыр. 28 тамызда жастар бастамаларын дамыту орталығы базасында ата заң кемел келешектің кепілі диалогтық алаңы өткізіледі. Мақсаты жастар арасында белсенді азаматтық ұстанымды, құқықтық мәдениетті қалыптастыру және Конституцияның тұрақтылықтың, ел дамуының және кемел болашағын негізі екенін түсіндіру. 29 тамызда мен Конституцияны білемін атты сауалнама өткізіледі. Мақсаты тұрғындар арасында құқықтық сауаттылықты арттыру, Конституцияны білуге қызығушылықты қалыптастыру болып табылады. Волонтерлер сауалнаманы мобильді топтарға бөлініп, адамдар көп жиналатын орындарда, көшелерде, аялдамаларда, қоғамдық көлікте, сауда орталықтарында өткізеді. Спорттық бағдарлама бойынша 27-31 тамыз аралығында шағын футболдан турнир және вело жарыстан ашық чемпионат өткізіледі. Мерекелік іс-шаралар туралы ақпараттандыру медиа жоспар негізінде ұйымдастырылып, бұқаралық ақпарат құралдарына жолданды. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Әріптестер, сұрақтарыңыз? Роза. В чем будет разница в этом году 30 лет празднования? В чем изюминка будет? Самое интересное, что? Жалпы идеологиялық тұрғыдан алғанда, биыл Конституцияның 30 жылдығымен қатар заң және тәртіп идеологиясын ілгерілету бойынша тұжырымдама биыл үкімет қаулысымен бекітілді. Может быть, в 2 раза будет больше мероприятий, может быть. Нет. Что-то такое, вот какую-то изюминку покажите, вы почитали с листочка, это каждый год это проводит. Что-то такое интересненькое. Негізгі шаралар, дөңгелек үстелдер, конференциялар, бұл жерде әділет департаментінің және судьялардың қатысуымен, прокуратура өкілдерінің, заң өкілдерінің қатысуымен өткізіліп отыр. Количество мероприятий увеличилось в 2 раза. Вот, В прошлом году было 300 мероприятий, в этом году 700 мероприятий. по всей области. По всей области, да. И самое главное, где будет проходить? Самое главное будет на Ертыс-променаде в 19:00 часов, 30 августа будет большой концерт. Концерты у нас постоянно. Кроме концерта, что-то такое идеологическое, что будет интересно? У нас будет как мини-конференция в Торайгоров университете, я только что прочитала, и я только что будет презентация этой книги Брайль қарпінде шығарылған Қазақстан Республикасының Конституциясына арналған кітаптың тұсаукесері. Это для незрячих. Ондай болмаған. Биыл соның несі өтеді. Тұсаукесер кітабы өтеді. Вот это самое главное. Составители, расскажите про эту книгу тогда, если это... Ну, это перевод нашей Конституции только для незрячих. Кто делал? Как ну, вот, давно заняло? Сколько экземпляров? В 2024 году вышла эта книга. Бұл Қазақстан Республикасы Конституциялық сотының тапсырысы бойынша шығарылды Астана қаласында. Биыл ол бізде Павлодар облысында көзі көрмейтін және нашар көретін кітапханасы бар ғой. Ол біздің тұрғындарға арналған кітап болады. Сколько экземпляров вы передали? В библиотеку 4 экземпляра передали. Мы будем, так как сейчас наша библиотека закрыта на ремонт, наша областная спецбиблиотека, мы будем возить по заявкам данную книгу домой, по домам. А вообще сколько экземпляров? Это же в республике печатали? Сколько экземпляров? Это республика печатала 70, я даже не знаю, но нам в область передали всего 4 книги. Можете посмотреть и... Рахмет. Еще вопрос, коллеги, да, срока была? Жоба? Если нет вопросов, коллеги, Всем спасибо нашим спикерам. Спасибо. Рахмет.